Саламатсыздар ма оқырмандарым? Бүгін сіздерге малдас құрып отырудың денсаулыққа 5 түрлі пайдасын айтатын боламын. Келесі денсаулыққа пайдалы қызықты видеомды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Малдас құрып отырудың 5 түрлі пайдасы бар. Ғалымдар тамақ ішкен кезде малдас құрып отырғаны пайдалы екенін дәлелдеді. Яғни, қазіргідей жаппай үстелде отырып тамақ ішкеннен дастарханда жерге төсеп, малдас құрып отырған әлдеқайда артық екен. Біріншіден, еденде малдас құрып отыру йогамен айналысқанмен бірдей. 3-4 мезгіл осындай күйде дене мен миды босаңсытса, оған аса жағымды әсер етеді екен. Екіншіден, бұл ас қорыту жүйесіне қолайлы. Адам малдас құрып отырғанда үнемі еңкейіп тіктелу арқылы құрсақ аумағы бұлшық етін қозғалысқа келтіреді. Бұл кезде астың асқазан сөлімен араласуы, оның асқазан мен шекті дұрыс қозғалуы жақсарады. Үшіншіден, бұл арқылы дене иілгіш болады, қуаттанады. Тізе, сегіз көз, сан, омыртқа, иық, кеуде қуысы аумақтарының бұлшық еті жұмысын жақсартады. Төртіншіден, осындай босаңсу арқылы дене мен ми тыныштанады. Адам басқа ойдан арылып, ықыласы тамаққа ауады. Ол тойынғанын дұрыс сезінеді. Өйткені ол тамақты асығыс емес, баяу қабылдайды. Бесіншіден, ғалымдар тамақты еденде малдас құрып отырып ішудің отбасылық ынтымаққа тікелей әсер ететініне көз жеткізіп отыр. Отбасы мүшелері дастархан басында осылай отырған кезде көп ортақ мәселелер жөнінде әңгімелесіп, ақылдасуына мүмкіндік қана емес, жайлы, қолайлы жағдай туындайды екен. Бүгінгі видео осымен аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.